Ақ қыз. Ақселеу Сейдімбек. Бас кейіпкер ақ қыз. Таймас батырдың 7 перзентінен қалған жалғыз үміті. Әкесі қызын бар байлықтың иесі, ұрпағын жалғастыратын алданыш көріп, ұл балаша тәрбиелейді. Ұшып түскен бөрік астынан қобдырай төгілген қолаң шаш ақбоздың сүттей жауырынын жауып қалды. Қыз ғой деген ұшқыр ой Наймантайдың жан дүниесін осып өтті. Бұл повесті автор ел ішіндегі аңыз әңгіменің бояуын қанықтырып, өзінді көрнегімен суреттеп жазған. Хикаяттан 19 ғасырдағы қазақ даласының тұрмыс тіршілігін көреміз. Қанша бұлғақтағанмен қыз болып дүниеге келген соң тағдыр тұзағынан қашып құтылмайды екенсің. Әр ойлап бер ойлап сол тұзаққа менің де бас иген жайым бар. Наймантайда өз сүйіктісінен бас тартатын жігіт емес. Қыз ауылынан аттанар кезде, егер тұзаққа түскен кептерді бұрын босатқан кісі қолына қондырып кетсе қалай болады деп сұрайды. Білезігіңді алғаны, білегіңді ұстадым дегені, алқаңды алғаны, кеудеңе шықтым дегені, бөркіңді алғаны, басың мендік деген емес пе? Алданғанын білген ақ қыз, жігіт ауылына ақ боз атқа мініп, ақ найзасын алып, жалғыз аттанады. Уәдесін бұзған жігіттен өш алу мақсатында келген қыздың алдынан ауылдың қыз келіншектері ақ шымылдық ұстап шығады. Ақ ниеттей ақ жібек шымылдық тақалғанда, ақ қыз шолақ найзасын ақ шоқының басына қалдырып, атынан түсті. Ақселеу Сейдімбектің шығармалары ағылшын, венгр, неміс, орыс, өзбек, чех, эстон тілдеріне аударылған.